6 шілде елордамыз Астана күні. Бұл бүкіл қазақстандықтар үшін айшықты мереке. Қаланың негізгі басымдығы тәуелсіздіктің символы іспеттес. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері өзінің жаңа елордасын салды. Тарих үшін аса қысқа мерзім ішінде елорда заманауи мегаполиске, іргесі мығым Астана ретінде қоғамның қарқынды дамып келе жатқан барлық саласына оң әсер етті. Бұған дәлел Астана қаласындағы өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі. Көрнекті діни қайраткерлер мен беделі биік саясаткерлер, халықаралық ұйымдардың басшылары қатысатын алқалы жиын ел дамуының негізгі күшіне айналды. Осылайша халық елорданың қоғамдық саяси, экономикалық, ғылыми әрі әлеуметтік мәдени танымал орталыққа айналғанына куә бола бастады. Жыл өткен сайын аталмыш мереке дәстүрлі түрде тойланып келеді. Уақыт озған сайын Астана күнінің маңыздылығы артып, ол тек елордалықтар үшін ғана емес, бүкіл қазақстандықтар асыға күтетін мерекеге айналды. Сол себепті бірқатар өзгерістер мен шешімдерге сәйкес 2008 жылдан бастап Астана күні мемлекеттік мерекелер тізіміне енді. Бас қаламыз еліміздің солтүстігінде, Есіл өзенінің жағасында орналасқан. 30 жылға жуық уақыт ішінде Қазақстан елордасы төрткүл дүние тамсанатын, әлемнің атақты астаналарымен салтанат жарыстырып, бой таластыра алатын бас қаласы ретінде қалыптасты. Тәуелсіз Қазақстанның елордасы жұртшылықты толғандырған тақырыптар талқыланатын, салиқалы саясат, тұғырлы экономика, дінаралық келісім кеңестері өтетін жаһандық орталық дәрежесіне жетті. Елордамыз халықтың өз күшіне сенімі мен ұлы тағдыр талайының символы болып табылады. Бүгінде Астанада, Қазақстанның барлық өңірлеріндегі сияқты 100-ден астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Халықтар достығы, өзара түсіністік пен ынтымақтастық Астананы және жаңа Қазақстанды құрудың негізі болып табылады.